Жігітімнің абыройы үшін сақтап келдім. Тұрсынбектің әйелі күйеуі жайлы қауесеттің шындық екенін мойындады. Белгілі журналист Анна Данченко Айгүл Иманбаеваның тойына жалғыз өзі келген Тұрсынбектің әйелі Мөлдір Мұхановадан сұхбат алды. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Анна Мөлдірдің өзі мен күйеуі жайлы қауесет туралы сұраған. Мөлдір өз кезегінде бұл әңгімелердің шындық екенін жасырмады. Қазір халықтан жасыратын нәрсе қалмады ғой. Сөздің шыны керек. Отбасымызда болып жатқан жағдайды жігітіміздің абыройы үшін деп сабыр сақтап келіп едік. Халықтың арасына шығып кетті, деді Тұрсынбектің әйелі. Мөлдірдің жанында тұрған Нұрлан Еспанов та оған бар өз қолдауын білдірді. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласы ғой, қызды қолдасаңдаршы, ол тәй-тәй басып өнерге келіп жатыр. Ал біз аяқтан шала береміз, деді әнші. Ал журналист Анна Данченко да бұл жайтқа өз пікірін білдіріп, Мөлдірден өзі байқаған өзгерісті атады. Мөлдір сұхбатта көзі мөлдіреп тұр, деп жазды. Құрметті көрермендер, Мөлдір Мұханованың ел алдына шығып, сабырмен, шынайы түрде жағдайды мойындауы, үлкен батылдықпен рухани күштің белгісі шығар. Қиын сәтте үнсіз қалмай, ішіндегі ауырлықты жұртпен бөлісу, кез келген адамның қолынан келе бермейтін ерлік. Адам деген ол пенде. Әр отбасында түрлі сынақ бар. Түсініспеушілік болуы да мүмкін. Бірақ ең маңыздысы соған қалай қарайтынымызда ғой, қалай көтеретінімізде. Мөлдірдің сабыры мен өзін ұстауы көпшілікке үлгі деп санаймын. Ал Нұрлан Еспановтың жанашырлықпен араша түсуі де қазақы тәрбиенің өнер адамына деген ағалық қолдаудың көрінісі. Қиын кезде жұбату сөзбен емес, жанашыр көңілмен бағаланады. Қоғам ретінде біз сынауға емес, түсінуге, табалауға емес, дем беруге үйренуіміз керек шығар. Мөлдірге мықтылық, шығармашылық шабыт және жан тыныштығын тілеймін. Әр адамның жарығы да, көлеңкесі де болады. Ең бастысы сол жолда адам болып қалу.